Осы сабақта енді сіздермен ETF-тің түрлерімен танысатын боламыз. Нақты ETF-терді көрсетемін. Бұл енді практикалық сабақ болып есептелінеді. Практикалық сабақта біз максималды түрде бұл ETF-тердің түрлерін қарастырамыз. Соған байланысты бұл инструменттің қаншалықты сізге лайықты емес екенін енді өздеріңіз қарайтын боласыздар. Біріншісі, айтып өттік алдыңғы сабақта, ETF-тер әртүрлі бағада сатылады. Бұл енді портфель, корзина деп айттым алдыңғы сабақта. Біреуінің бағасы $500 тұруы мүмкін, ал кейбір дәл сондай ETF $50 тұруы мүмкін. Қайсысын алған жөн деген әрине сұрақтар туындайды. Оған қазір біз сіздермен жауап беретін боламыз. Бірінші ETF-іміз өте көп қолданылатын ETF, ол осы Америкадағы 500 компанияны біріктіретін ETF-тер. Оны S&P 500-тың ETF ретінде барлығы таниды, бірақ S&P 500-ты алдыңғы сабақ айттық, оны ала алмаймыз, ол өте қымбат, және оның әртүрлі фондтар шығарған ETF-терінің түрлері бар. Оның біріншісі осы SPI деген түрі, және IVV деген, және VOO деген түрлі ETF бар. Бірақ бұлардың бағасы нарықта қымбат болып есептелінеді. Сондықтан көп адамдар ойлауы мүмкін, мынау мен үшін қымбат, бұл S&P 500-тың ETF-і маған арзандау түрі қажет дейтін болсаңыздар, онда SPIM деген сіздер ETF-тің түрін сатып алсаңыздар болады. Екеуі де бірдей нәрсені ұстайды. Жазып қойдым, екеуі де бірдей нәрсені, яғни ішіндегі компаниялар бірдей. Айырмашылығы ол баға және комиссиясында болып есептелінеді. Енді біз осыған нақты тоқталып кетейік. Біріншісі ETF-ті көрсетіп тұрмын сіздерге, SPI деген жаңа бірінші ETF-тің түрі. Қазіргі таңда нарықта $658 сатылып жатыр бұл ETF түрі. Білу керек нәрсе, мысалы қазіргі кезде өздеріңіз білесіздер, құлап жатыр. Ал егер біз айлығын алатын болсаңыздар, көрсетіңіздер, 2009-дан бастап бұл ETF өсіп жатқан ETF-тің түрі болып табылады. Қазір бұған тоқталатын боламыз жеке. Бірақ қазіргі таңда өте үлкен өсім көрсетіп жатыр. Енді білу керек нәрсе, ішкі компанияларға бөлек тоқталатын болсақ, қазіргі кезде электроника технологиялық секторда жалпы 26%-ін осы ETF-тің ішінде 26%-ін электроника технология саласындағы компаниялар құрайды екен. Технологиялық сервис деген ол 18%-ін құрайды. Финанс саласы 13-14%-ін құрайды. Сосын адамдардың денсаулығына байланысты технологиялар 7-8%, ритейл бізде 7-7%, яғни өте көп, ішінде компаниялар көп, әрқайсысының проценті біртіндеп төмендеп кете береді. Бірақ ең басты ішіндегі үлкен бөлігін алып жатқан компания, яғни электроника технология саласы және технологиялық сервистер саласы ең үлкен бөлікті құрайды екен. Даже 50%-ін сондай компанияларды ұстап отырады бұл ETF. Екінші нәрсе, ішіндегі компанияларды түсіндік. Жаңа айттық қой, бағасы қымбат болып тұр, $658. Және білу керек нәрсе, ол сіздерде баға жағын қараңыздар енді. Expense деген жерде көріп тұрсыздар, 0,09 деген процент. Мысалы 658 болатын болса, оны көбейтесіздер осы 0,09-ға. Және мысалы мынандай ғой, 0,09 деген сіздің проценті ол. Жылда ұстап отқаныңыз үшін сіздерге процент алады. Мысалы сіз қанша акциясын сатып аласыз? Мысалы 658-ден сатып алатын болсаңыз, бір 20 штугын сатып алады деп есептеңізші, бір 20 штугын сатып аласыздар да, 20 штугын. Сіздер $13,000-ға сатып аласыздар. Осы $13,000-дан сіздер белгілі бір комиссия сіздер төлеп отырасыздар. Бұл комиссияны есептеу үшін 0,09-ға сосын соны бөлесіздер 100-ге. Яғни сіздер $11 төлейді екенсіздер. $11-ды бір жылдың ішінде олар өздері ұстап отыр. Яғни пайданың өсімінен ұстап отыруы мүмкін, бірақ $11-12 шамасында сіздер осы компанияны, енді бұл ETF деген бір фондтың несі ғой, компаниясы ғой. Сондықтан олар өздерінің жұмыстары үшін 0,09% сіздің ақшаңыздан ұстап отырады. Бұл нәрсе сіздерге түсінікті деп ойлаймын. Яғни сіздер комиссияларыңызды өздеріңіз есептеулеріңіз керек.
Біз жаңа ғана көрдік, бұның комиссиясы 11-12 доллардың шамасында. Ол теңгеге шаққан кезде 5000-6000 теңгенің шамасында сіздерге шығып отырады. Бұны сіздер жеке төлемейсіздер, ол автомат сіздердің пайдаларыңыздан алып отыратын болады. Яғни ETF-те түсіну керек нәрсе оның комиссиясы, оның ішіне кіретін компаниялардың акциясы болып табылады. Келесі ETF-тің түрімен танысайық. Енді IVV деген түрімен таныстырайын сіздерді. Қалған ETF-тің түрі осыған ұқсас, оның да бағасы осыған шамалас болып келеді. Бірінші біз көрдік, мына ETF-тің бағасы 661 долларды құрайды екен. Бұл одан да жоғары болып тұр кішкене. Ана 658 болса, анау 661 бағасы доллар бағасында сатылып жатыр. Ішкі секторына келсек, дәл солай екен. Технологиялық сектор 18%, электроника технология секторы 26% құрайды, финанс 13,7%, және денсаулыққа байланысты технологиялар 7,7%, ритейл ол 7,7% құрап тұр екен. Біз оны көріп тұрық. Ал енді қараңыздар, мынаның комиссиясы жаңағы SPI-ға қарағанда төмендеу екен. Міне осы нәрседе сіздер сатып алатын кезде ескерулеріңіз керек. Мысалы, мынаның комиссиясын есептеп көрейік. Сіздер жаңағы 600 қанша болды? 61 ма? 662 деп есептей берейік. 20 штугын аласыздар. 20 штугын алдық. Осыншама шығады. 13.000 доллар, 13.240 доллар шығады. Оны көбейтесіздер, 0,03-ге көбейтесіздер, және 100-ге бөлесіздер. 100-ге бөлсеңіздер, сіздерде 4 доллардың шамасында шығады екен. Алдында көрдік, 11 доллар шықты алдыңғы. ETF-те сіздерде 11-12 доллар шығатын болса, мына жерде сіздерде 4 доллар шығады екен комиссиясы. Осы нәрсені ескеру керек әр адам сатып алатын кезде. Енді арзан түрін сатып алғысы келетін адамдар болады. Мен енді бұл қымбат мен үшін. Сол үшін мен сіздерге арзан түрін қойып қойдым мына жерге. SPIM деген түрін көреміз қазір. ETF-тің түрін. Бұл ETF 7,56 доллар сатылып жатыр. Секторына келек, ішкі секторлары көрдіңіздер ме, ұқсас болып келеді. Жаңа 26% электроника технология компаниялары болатын болса, 18% ол технологиялық сервистер, 13,8% финанс секторы. Дәл соны қайталап жатыр. Процентный соотношениялары барлығында бірдей. Барлық ETF-терде ұқсас. Ең басты нәрсе оның әрине бағасында болып тұр. Содан кейін мынаның енді процентіне қараңыздар. Бұл ETF-тің проценті одан да төмен екен. Көріп отырсыздар. Дивиденд төлейді, және дивиденді өте аз, 0,88 доллар төлейді екен жылына. Және бұның комиссиясын есептеп көресіздер. 7 доллардан сіздер енді қанша штугын аласыздар. Мысалы 77 доллар. Көбейтеміз 20 штук деп есептей берейік. Сол 20 штук болатын болса, соны 0,02-ге көбейтесіздерді, 100-ге бөлесіздер. Сол кезде сіздер бар жоғы жылына 0,3 доллар төлейтін екенсіздер. Яғни сіздерді ең пайдалы ішіндегі инструменттердің осы түрлі ETF-тен осы SPIM деген ETF-тің түрі көп жағдайда көп адамдар үшін тиімді екенін біз көріп отырмыз. Екінші нәрсе, айтып кететін нәрсе, бұл жерде білу керек нәрсе бар. Ол білу керек дүние, мынандай дүние. Қараңыздар. Мысалы, S&P 500 сіздерде. S&P 500, яғни S&P 500 деп есептей берейік. S&P 500 10%-ке көтерілетін болса, 10%-ға көтерілетін болса, 10%-ке көтерілетін болса, онда SPIM-де, мысалы SPIM-іңіз сіздерде, бұл да 9-10%-ке көтеріледі. 9-10-11%-ның арасында көтеріледі. Яғни қатты айырмашылық болмайды сіздерде. Дәл солай IVV мына жерде көрсетіп отырған бізде Now, VOO, SPI, оның барлығы осы S&P 500 сияқты қозғалады. Ол сияқты. 10%-пен көтерілсе, қалған ETF-терде сол сияқты көтеріледі 10%-ке. Екеуі де бірдей заттарды ұқсайды, көрдік. Айырмашылық тек қана бағасы мен комиссиясында болып табылады. Осы нәрсені ескеру керек. Енді келесі ETF-тің түрі ол NASDAQ-тың ETF-і.
Нақты ETF көріп тұрсыздар, QQQ деген ETF-ті өздеріңіз білесіздер. Арзан түрі QQQM деген ETF-тер. Ерекшелікті технология, өсу жоғары, риск те жоғары. Қорытынды орта деңгей үшін QQQM деген ETF-тің түрін ұсынып қойдық осы жерде. Енді соларға тоқталайық. QQQ өте танымал ETF болып табылады. Қазіргі бағасы $588 көрсетіп тұр. Технологиялық, электроника технологиялық сектор көрсеткіштер 34%-ін осы құрайды және 27%-ін технологиялық сервистер құрайды екен. Ритейл сіздерде 12% және денсаулық бойынша технологиялық компаниялар 5%-ын құрайды екен. Қалғандары өте төмендеп ары қарай кете береді. Бірақ түсіну керек нәрсе 34%-ін осы электроника технология саласындағы компанияларды ұстайды екен. Ол әрине S&P 500-қа қарағанда ішіндегі бұл компаниялардың үлесі өте жоғары болып тұр деген сөз. Комиссиясы қараңыздар 0,18% құрайды екен. 0,18. Бұл енді комиссиясы жоғары екенін сіздер көріп отырсыздар. Өйткені нақты $588 болып тұратын болса, 23 төгін алатын болсаңыздар, $11,760 аласыздар. Оны көбейтеміз 0,18-ге. Бөлесіздер 100-ге. Сол кезде сіздер жылына $21 төлейді екенсіздер. Жаңа S&P 500 сатып алған кезде көрдік. SPY деген ETF-ін сатып алған кезде ең қымбаты сол болды, бірақ оның өзінде біз $11 төлейтін едік. Ал бұл ETF-ті сатып алған кезде, яғни QQQ деген ETF сатып алған кезде сіздер $21 төлейсіздер. Неге олай төлейсіздер? Өйткені бұл қатты тез өсетін ETF болып табылады. Түсінесіздер ғой, бұның өсуі ол S&P 500-тың өсуінен қарағанда, яғни SPY-ға қарағанда, бұның өсімі қайда жоғары екенін көре аласыздар сіздерде. Мысалы, оны көру үшін қараңыздар, соңғы жылдары 39%-ке өскен екен. Ал енді біз соны SPY-мен салыстырамыз. SPY-мен салыстыратын болсаңыздар, соңғы жылы 30%-ке өскен екен. Көріп отырсыздар ғой, яғни 9% жоғары өскен, сондықтан жоғары өсім көрсететін болғандықтан оның да комиссиясы жоғары болады. Енді біз келесіне келеміз, QQQM деген түріне келейік. QQQM деген ETF арзандау бағада сатылады. Көрсеткіштер $242 сатылады екен бұл ETF. Бұл енді кімге қарағанда, QQQге қарағанда арзандау. Оны өздеріңіз көріп отырсыздар. Комиссиясы 0,15. Ішіндегі ұстайтын процентный соотношениялары примерно ұқсас. 34%, 27%, 12%. Оны өздеріңіз көріп алсаңыздар болады. Енді айтып өтетін нәрсе комиссиясында. Комиссиясы уже 15% екенін көріп отырмыз. Яғни $242 көбейтесіздер 20 штук деп есептей 20 штугын алатын болсаңыздар, қанша доллар төлейсіздер? Яғни проценті көп. Енді мына жерде бізде әртүрлі баға болғаннан кейін әртүрлі шама төлейсіздер. Ең басты айтылып кететін нәрсе, жаңа бір ғана сумманы алмадық біз ше, негізі бір ғана сумманы алған кезде барлығын комиссиясын әртүрлі болып шығатын еді. Бірақ соған қарамастан біреуі SPY-дікі сіздер білесіздер, 11% болды, ананікі 18%, мынанікі 15%. Қайсының комиссиясы төмен? Сол тиімді болып есептелінеді. Тиімді деген әрине комиссия жақтан тиімді. Ал өсім жақтан уже бөлек әңгіме. Енді мен сіздерге просто комиссияларын көрсетіп жатырмын. Жаңа бізде қанша шықты? $11,200 болатын болса, мынаның комиссиясы сіздерде көрсетейін. 15%-ке көбейту арқылы 0,15-ке көбейтеміз. Бөлеміз 100-ге. Сіздерде 16-17% төлейді екенсіздер бұда. 16-17%. Мен жаңа әртүрлі бағаны бірдей алу керек еді, сол кезде сіздерде нақты шығатын еді. Давайте SPY-ді тағы көріп жүрейік. SPY-да сіздерде 0,09% екенін көрсетіп тұрдым жаңа. Енді 11,200-ге мен сіздерге көрсететін болсам, 0,09-ға көбейтіп бөлсек 100-ге, онда сіздерде $10,9 төлейсіздер жылына.
онда 9 төлейсіздер. Ең көп сіздерде көріп тұрсыздар, NASDAQ-тың ETF-терінің барлығы олар жоғарғы өсім көрсететін болғаннан кейін олар жоғары комиссия сіздерден талап етеді. Оны сіздер көздеріңіз жетті деп ойлаймын. Жалпы осы шығару жолы осы сіздерде. Енді секторлық әртүрлі секторлар бар, дивидендный ETF-тер бар. Көріп отырсыздар. Олардың SPHD деген түрін көрсек болады қазір. Мен сіздерге көрсете салайын біреуін. Бұл $30 тұрады екен, $31 тұрады екен. Жалпы дивиденді қазіргі беріп отқан дивиденді ол $1 береді екен. $1.6 береді. Жалпы дивидендный проценті 3.44% береді. Мына жерден көрсеңіздер болады, дивиденд ТТМ деген жерге. Мына жерден әртүрлі компаниялардың соотношенияларын көруге болады. Яғни consumer деген сіздерде 17% екенін көрсетіп тұр. Энергетикалық минералдарға байланысты компаниялар 13%-ін көрсетеді. Яғни қай секторда көп дивиденд береді, сондай компанияларды енді бұлар өздерінің құрамына қосады. Дивиденд көп беретін компаниялар тауып, солардың акцияларын сатып алып отырады. Сол арқылы сіздерге дивиденд, мақсат бұның дивиденд беру. Баға өсімінен ондай қатты пайда көрмейсіздер. Соңғы жылын көрейік, қаншаға өскен екен. Ол соңғы жылы сіздерде 21% берген екен. Білесіздер, 2025-те барлық компаниялар өсті, нақты 21% берген екен бұл компания. Оны өздеріңіз көріп отырсыздар. Енді 0.06% екен комиссиясы. Ол да жақсы. Мысалы, жаңа 11.200-ге сатып алатын болсаңыздар, сондай суммаға, онда 0.06-ға көбейтіп бөлесіздер 100-ге. Яғни $67 сіздер жылына төлеп отыратын екенсіздер. Бұл яғни бірақ сіздерге 3.44% шамасында сіздерге дивиденд төлеп отырады. Бұл ETF-тің түрі. Әрине, бұдан да жоғары ETF-тер бар. Қазір біз сіздерге тағы біреуін көрсетейін. VIX деген ETF-тің түрін. Ал бұл ETF-тің түрін көрейік, қанша процент береді екен. Бұл ондай қатты бермейді екен, 1.59 ғана береді екен бұл ETF. Бұл өте аз, дивидендный соотношениесі 1.59, өткен бағасы қымбат бұның. Жалпы $3.45 беріп отырады екен. Соотношениесі аз болып тұр екен. Соңғы жылы сіздерде 22% өсім көрсеткен. Қалғанымен танысып алсаңыздар болады. Әрине, комиссиясы 0.04, жаңағында есептеп аласыздар. Келесі нәрсе бізде VIM дегенді көрсетейін сіздерге. VIM. Бұда 2.36% береді екен. 2.36, әрине ол да аз. Бірақ бұны тек қана сіздер дивидендінен ғана пайда көрмейсіздер, өсімінен де пайда көресіздер. Соңғы жылы 27%-ке өскен. Соңғы жылы жалпы көптеген компаниялар өскен. Түсінесіздер ғой, 27% пайда көрсеткен екен бұл ETF. Комиссиясы 0.04. Комиссиясы жаман емес. Сіздер көріп жүрген ETF-терге қарағанда, бұл ETF-тердің комиссиясы төмендеу болып тұр. S&P 500-ке қарағанда. Көріп отырсыздар оны. Мына жерден көріп алсаңыздар болады, қаншалықты компаниялардың үлестерін алған. Мысалы, финанстық 10-20% ұстап отыр екен бұл. Сонымен қатар, дивидендный ETF-тер осылар сіздерде. Мүмкін тағы да бөлек ETF-терді білетін болсаңыздар, жазып кетсеңіздер болады. Негізі бұдан да жоғары процент беретін ETF-тер бар, оны қарау керек. Енді келесіне кетейік біз. Ол бізде leveraged ETF-тер деген сөз. Бұл жерде тез өсетін ETF-тер. Мысалы, көп адамдар енді жоғарғы өсімді талап етеді. Бұл жерде бірақ көрсетті ерекшелігі 3 есе қозғалады. Мысалы, S&P 500-та жаңа көрсетіп қоя. SPI деген ETF-ін алдық. Мысалы, SPI деген ETF-ін алдық. Бұл мысалы 10%-ке өсу мүмкін. 10%-ке. 10%-ке өсу мүмкін. Ал мына ETF, UPRO деген ETF, соныкі. UPRO деген S&P 500-тың
ETF болып табылады, бірақ бұл 3 есе өседі. Яғни 30%-ке өседі бұл. 30%-ке өседі. Керісінше жағдай дәл сондай. Мысалы, 10%-ке құлап жатса, мысалы 10% өсім көрсетті деп есептейік. Мына 10%-ке құласа егер, құлайтын болса, онда про деген 30%-ке құлайды. Түсінесіздер ғой, 30%-ке құлайды. Көп адамдар түсінбей қалуы мүмкін бұны сатып алған кезде. Бұл осындай кезде өте құлайтын ETF-тердің қатарына жатады. Бұны тек қана бастаушылар алмау керек. Тек қана бұл сферада біраз уақыт жүрген адамдар алу керек бұл нәрсені. Өйткені бұның сатып алу өзінің уақыты болады болса. Қай кезде дұрыс сатып алған жөн бұл ETF-ті. Сол нәрсені ескеріңіздер. Рискі өте жоғары. Рискі өте жоғары ETF болып табылады. Жалпы көрсетейін, бірақ мен бұған рекомендация бермеймін, бірақ өздеріңіз қарайтын боласыздар. Шешімдеріңізге байланысты, өздеріңіздің тәуекелдеріңізге байланысты. Бірінші нәрсе, бағасы $100 тұрады. Бұның ішіндегі ұқсасты көп бөлігі сіздерде электроникалық технологиялар екен. Мына жерде көп бөлігі 83%-ін көрсетпеген екен. Бұндай екен. Бірақ ең көбісі осы 2,9% электроникалық технологиялар екен. Немесе бұларда фондтардікі ақша немесе басқа деп тұр. 83%. Бұл нәрсені түсініп алуларыңыз керек, бірақ S&P 500-тың ішін толық қайталамайды екен бұл. Бірақ мына жақта жазып болған S&P 500-тың 3 есе өсім көрсететін ETF болып табылады деп өз төбесіне жазып қойған. Көріп отырсыздар. Яғни жаңа айттым, S&P 500 10% SPY деп айта берейік. S&P 500 маңызды емес, индекс егер 10% көрсететін болса, бұл сіздерде 30% көрсететін ETF. Бірақ білу керек нәрсе, мына жерде комиссиясын қарап алыңыздар, 0,89. Егер сіздер жаңағы $100-дан енді қаншасын сатып аласыздар? 100-ін сатып алатын болсаңыздар, $10,000-ға, комиссиясын сіздерге есептеп көрсетейін, 0,89 достар. Осы нәрсені ескеріңіздер, 0,89. Ол дегеніміз жылына қанша процент алатын сіздерге көрсетіп беремін қазір. Бізге бөлеміз. Сіздерде $89 төлейсіздер. $89 деген енді 500-ге деп көбейте берейік. Ол сіздерде жылына 44.500 теңге осыған төлеп отырасыздар. Бұның комиссиясы өте жоғары. Сондықтан бұны көп адамдар білмеуі мүмкін, бірақ осыны ескеріңіздер. Келесі нәрсе. ETF. Ол NASDAQ Composite QQQ деген көп адамдар қазір видеоларда жүр, бірақ бұның көп адам рискін біле бермейді. Рискін білу керек сіздер. Енді бұл да құлап жатыр қазір таңда. Комиссиясы 0,82% береді екен. Комиссиясы 0,82. Бірақ соңғы жылын қараңыздар, соңғы жылы 114%-ке өскен. Бірақ осы жылы бұндай өсім көрсетеді деген ой емес бұл нәрсе. Комиссиясын есептеп көрейік енді. Сіздер қазіргі таңда бұның бағасы $44 тұрады. Төбеде жазылып тұр, QQQ-дің 3 есе өсім көрсететін немесе құлайтын ETF болып табылады бұл нәрсе. Сен қарайтын болсақ, бұл да дәл сондай 84%-ін бондтар, яғни фондтардың ақша тағы басқаның бөлігін ұстап отырады екен. Аналар ETF-ті дәл қайталамайды бұл енді бұл түсінікті. Енді 44-тен енді сіздер уже 200-ін сатып алу керексіздер, мысалы 200-ін сатып аласыздар. Давайте 220-сын сатып алайық. 220 штугін сатып аласыздар. Осының көбейте салайық 0,89, 0,82-ге. Бөлесіздер 100-ге. Мына жерде 79%, 79 емес, енді 82 сондай болып тұр ғой, 82 көбейтесіздер 500-ге. Сол кезде 41.000 теңге сіздер төлеп отыратын екенсіздер. 1.000 теңгені бір жылда бересіздер. Осы ETF-ті ұстап отыратын болсаңыздар, оны түсіну керексіздер. Әрине, төмен қарай құлаған кезде, өсім көрсетпеген кезде сіздерден комиссия ұстамайды бұдан. Егер жоғары қарай өсім көрсеткен жағдайда, мүмкін ол даже 4% болсын өсім көрсетсе де, бұл ETF сізден ұстап қалады. Бұл нәрсені ескеру керек. Жалпы айту керек нәрсе, рискі өте жоғары. Бірден бұны бастаушылар және орта деңгейлер бұны
сатып алмаған жөн, комиссиясы жоғары, және рискі өте жоғары болып табылады. Қалған секторлық ETF-тер бар. Қараңыздар, нақты ETF-тер технологиялық секторды алғыларыңыз келсе, ETF-ін XLK деген ETF-ті көрсеңіздер, энергетикалық секторды XLE деген ETF-ті, медицинаны көріп тұрсыздар, XLV деген. Бір секторы рискі жоғары. Көп, мысалы, ETF-тің маңызы не? Ол да акция сияқты болып табылады. Сондықтан, мысалы, тек қана технологиялық қана секторды алатын болсаңыздар, рискі сіздерде жоғары болады. Сондықтан, көп адамдар тек қана бір ғана ETF-тің түрін алмайды, бірнеше ETF-тің сектордағы ETF-терді алу арқылы өздерінің диверсификациясын жасайды. Ал S&P 500, жаңағы NASDAQ дейтіндердің ETF-тері, оларда уже диверсификация бар. Оны ескеру керек. Минустарын айттық, қаншалықты ішінде көп акция болатын болса, көп әртүрлі диверсификациясы қаншалықты жоғары болатын болса, ол ETF-тің өсімі қарапайым жақсы компанияның акциясына қарағанда төмендеу болатыны бізге түсінікті. Жалпы бүгінге осы ETF-терді таныстырғым келді сіздермен. Сіздерге пайдалы болды деп ойлаймын.